Саламатсыздар ма, менің көрермендерім? Бүгін біз 98-ші сабақтағы текше тік бұрышты параллелепипед деген тақырыпқа тоқталамыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің қазақша контентімді қолдап кетіңіздер. Текше деп барлық өлшемдері тең тік бұрышты параллелепипедті атайды. Текшенің жақтары бір-біріне тең 6 шаршыдан тұрады. Егер текшенің қабырғасының ұзындығын А деп белгілесек, онда бір жағының ауданы А квадратқа тең. Мінекей біздің шаршымыздың бір жағы ол шаршыға ұқсас. Оның қабырғасы Аға тең болатын болса, оның ауданы А квадратқа тең. Егер текшенің бір жағының ауданын тауып алсақ, онда басқа жақтарының ауданы да тура сондай болып шығады. Екінші есеп А бөлігі. Фигуралардың қайсысы текшенің тік бұрышты параллелепипедтің жақтары болып табылады дейді. Міне мынау текше. Мынау біздің фигурамыз шаршы. Шаршы бұл текшенің жақтары болып табылады. Ал мына фигурамыз біздің тік төртбұрыш деп аталады. Тік төртбұрыш параллелепипедтің жақтары бола алады. Ә бөлігінде мына қораптың бір бүйір жағының ауданын есепте. Қорапты қаптау үшін қанша қағаз керек екенін тап. Әуелі қораптың бүйір жақтарын анықтап алайық. Мінекей мынау бүйір жағы, бұл ені бойынша бүйір жағы. Бұған қарама-қарсы екінші бүйірі бар, сол жағында. Мына жері ұзындығы бойынша бүйір жағы. Бұған қарама-қарсы арғы жағында тағы бір бүйір жағы бар. Осылардың ауданын табуымыз керек. Және осы қорапты қаптау үшін қанша қағаз керек екенін анықтаймыз. Ол үшін бізге үстіңгі жағының және астыңғы жағының ауданын табуға тура келеді. Енді осыны есептеп көрейік. Әуелі ені бойынша бүйір жағының ауданын есептейміз. Оны біз S1 деп белгілейік. Бүйір жағындағы бір қабырғасының ұзындығы 4 метр, екінші қабырғасының ұзындығы 2 метр. Ауданы 8 метр квадрат болып шығады. Осындай бүйірден бізде екеу. Сондықтан біз 8 метр квадратты 2-ке көбейтеміз. 16 метр квадрат шығады. Енді ұзындығы бойынша бүйірдің ауданын табамыз. Оны S2 деп белгілейік. Ұзындығы бойынша бір қабырғасы 8 метрге теңді, екінші қабырғасы 2 метрге тең. Ауданы 16 метр квадрат. Осындай бүйірден бізде екеу. Сондықтан 16 метр квадратты 2-ке көбейтеміз. 32 метр квадрат болып шығады. Енді біз қорапты орау үшін қанша қағаз керек екенін табу үшін тек бүйір жағымен шектелмейміз. Жоғарғы және астыңғы жағының ауданын табуымыз керек. Оны S3 деп белгілейміз. Жоғарғы жағының өлшемдері 8 метр және 4 метр. Ауданы 32 метр квадрат. Осындай жақтан бізде екеу. Оны 2-ке көбейтеміз. Сонда 64 метр квадрат шықты. Мінекей барлық жақтарының аудандарын тауып алдық. Енді біз қанша қағаз керек екенін табу үшін осы аудандарды бір-біріне қосуымыз қажет. 16 метр квадрат, 32 метр квадрат, 64 метр квадратты қосамыз. Сонда бізде 48, 112 метр квадрат қағаз керек болып шығады. Осы есептің ә бөлігі. Таспаны күлтелемей қорапты 2 мәрте айналдыра байлау керек. Ол үшін қанша метр таспа қажет болады? Мынандай қорап берілген. Біздің қорабымыз шаршы тәріздес. Шаршының барлық жақтарының қырлары тең болады деген қағида бар, е? Біздің сол қырымыз 10 сантиметрге тең екен. Ендеше шаршыға ұқсас қорапты айналдырып шығу керек. Былай қарай бір айналдырып шығу керек. Бұлай қарай бір айналдырып орап шығу керек. Мына күлтені есептемейміз. Күлте деген мына жері. Оны есептемейміз. Енді осыны табайық. Қорабымыздың биіктігінің бір жағы
бір жағының биіктігі 10 сантиметр болса, біздің қорабымызда 4 жақ бар. Демек 10 сантиметр таспамен 10 сантиметр болса, онда 4 жағын орап шығу үшін біз оны 4-ке көбейтеміз. Сонда бізге бір орау үшін 40 сантиметр таспа керек. Ал бізге 2 мәрте орап шығу керек болып тұр. Сондықтан 40 сантиметрді біз 2-ке көбейтеміз. Осы қорапты 2 мәрте айналдырып байлау үшін 80 сантиметр таспа қажет болып шықты. 98-ші сабақтың қалған есептерінің шығару жолдарын екінші бөлімнен көре аласыздар.